إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. Киелі нұрының жаратылуы. Аллаху Тағала еш нәрсе жаратпастан бұрын пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның киелі нұрын жаратты. Тәфсир және хадис ғалымдарының көпшілігі Хақ Тағала өз нұрынан әсемдікпен бір негіз жаратып, одан бүкіл жаратылысты кезегімен пайда еткізді. Бұл негіз Нурул Мұхаммади, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның нұры деп аталды. Барлық рух пен дененің бастауы мен шығу көзі осы негіз болып табылады деп хабар берген. Солардан Жабир бен Абдулла бір күні: «Я Расулулла, Аллаху Тағала ең әуел нені жаратты?» деп сұрағанда, бәрінен бұрын сенің пайғамбарыңның, яғни менің нұрымды өз нұрынан жаратты. Ол кезде ләух, қалам, жұмақ, тозақ, періште, көктер мен жер, күн, ай, адамдар мен жындар жоқ болатын деген. Мұхаммед алейхиссаламның нұры Адам алейхиссаламның жүрегі мен денесі жаратылғаннан кейін оның екі қасының арасында қонды. Адам алейхиссалам өзіне рух бергеннен кейін маңдайында шолпан жұлдызы сияқты жарқырап тұрған бір нұр бар екенін сезді. Адам алейхиссалам жаратылған кезде Хақ Тағала оған: «Ей Абу Мұхаммед», яғни «Ей Мұхаммедтің әкесі» деген жүрекпен түсініп: «Я Раббым, маған неге Абу Мұхаммед дедің?» деп сұрағанда, Аллаху Тағала: «Ей Адам, басыңды көтер» деді. Адам алейхиссалам басын көтеріп қараған кезде Арши А'ляда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұрдан жазылған Ахмад деген есімін көреді. Сонда: «Я Раббым, бұл кім?» деп сұрайды. Аллаху Тағала: «Бұл сенің тегіңнен шығатын бір пайғамбар, оның есімі көктерде Ахмад, ал жерде Мұхаммад. Егер ол болмағанда сені жаратпас едім, жер мен көкті де жаратпас едім» дейді. شباب تحدوا صعاب المراقي